Қауын сан алуан сырқатқа шипа. Қауын ыстыққа төзімді, жарық сүйгіш, шөлге шыдамды бір жылдық өсімдік. Қауынның құрамында А дәрумені, қант, С дәрумендері, аскорбин қышқылдары, темірдің минералды тұздары, калий, фруктоза және натрий, сахароза, глюкоза көміртектер бар. Қауын тек дәмі тіл үйіретін жеміс қана емес, оның адам денсаулығына пайдалы тұстары да өте көп. Қауын халық медицинасында белгілі бір мағынаға ие. Қауынның құрамында қант мөлшері көп. Ол жаздың аптапты ыстық күндері шөлді жақсы басады. Сонымен қатар оны үздіксіз пайдалансаңыз, асқазанға пайдасы зор. Беттегі безеуді, секпілдерді кетіруге көмектеседі. Қауынның құрамында фолий қышқылы болғандықтан қан аздық ауруларына кеңінен қолданады. Қауын дәнін туберкулез, бронхит, ревматизм ауруларына және жүрек қан тамырлары ауруларында, бүйрек пен бауырдың дерттерінде қолданған. Ежелден ақ қауын шырынын ішек құрттарына қарсы ем ретінде, тамақ аурулары мен созылмалы жөтелге қарсы пайдаланған. Қауын төмен калориялы жеміс түрі. Оның 100 граммда небәрі 33 калория болады. Сондықтан қауынды артық салмақтан арылғысы келетіндерге жеуге кеңес береміз. Сонымен қатар ішіңізді жүргізуге де әсер етеді. Егер ішекті зиянды заттардан, қоқыстардан тазалағыңыз келсе, қауын жеңіз. Кімнің бауыры және қуығы ауырса, сол адамдарға қауын өте пайдалы. Бүйректен тас пен құмды шығарады, қандағы гемоглобин мөлшерін көбейтеді. Ағзаңызды әртүрлі аурудан құтқарып, иммунитетіңізді қатайтады. Жүрек қан тамыр ауруларының да алдын алады. Жүйке жүйесін тыныштандырып, жазда шөлге өте жақсы болады. Ал сіз жаз мезгілінде қауынды жиі жейсіз бе?